қой. Ибн Абдул-Бар рахимахулла айтады: "Ажма'ан насу аля аннал муқаллида ла якуну алима." Бүткіл ислам ғалымдар ижма қылды дейді. Не деп? Мұқаллид, яғни біреудің сөзіне еріп жүретін адам ешқашан ғалым болмайды. Енді ғалым болмағаннан кейін, немесе білім иесі болмағаннан кейін, біреуді дұрыс немесе қате деп айтуға хақысы жоқ. Немесе өзінің ибадатын туралауға да оның жағдайы болмайды. Сөзсіз, бұл дәлел қылады, адам араб тілін білу керек. Араб тілін білу, ол Құран сүндеттің өкімдерін турадан тура ғалымдардың түсінігіменен біреуге ерімей үйренуге себеп болады. Сол үшін Шейхул-Ислам Таймия рахимахулла айтады. Шейхул-Ислам Таймия рахимахулла айтады: "Біз дейді, балдарымызға да, үйлерімізде де жағдай барынша араб тілімен сөйлесуге әрекет қылуымыз керек" дейді. Себеп бұл араб тілі ең бірінші Құранның тілі дейді. Екіншіден Наби саллаллаху алейхи уассаламның тілі. Сонымен асхабтар осы тілмен сөйлескен. Бұл және Құран сүндетті түсініп, және оны тереңірек түсінуге себеп болады дейді. Және сонымен бірге бұл тілменен адамның ақылы да бір нәрсені түсінуде күштірек болады дейді. Себеп бұл Құран мен сүндеттің тілі дейді. Бұл дәлел қылады, адам жағдай барынша аз болса да осы Құранның тілі болған араб тілін үйренуге әрекет қылу керек. Солардың ең бірінші басталатын нәрсесі Құранды оқуменен басталу керек. Құранды оқумен басталу керек. Сол үшін қазір мен айтып тұрған себебі, қанша бауырлар бар, 5 жыл, 10 жылдан бері мүмкін намаз оқып жүреді, бірақ өкінішке қарсы не? Құран оқуды білмейді. Құран оқу ол үшін бір таудай нәрсе. Өз негіз әрекет қылса, бір айда үйреніп алады. Бір айда үйреніп алатын нәрсе өз шынымен әрекет қылатын болса. Енді Аллах субханаху ва таала әрбір сөзі емес, әрбір әрпі 10 есе, 10 дәреже бір сауап болатын бір сөзді түсіріп қойған болса, адамдардың көбі одан бет бұрып тұрған болса, бұл ақиқатта қанша сауаптан өз нәпсін махрум қылып, өзін жақсылықтан тосып тұрған адам болады. Бұл ақиқатта араб тілін үйреніп, және сонымен талап илім қылуға әрекет қылатын адамдар. Соларға қатысты. Амма жасы өтіп қалған адамдар, жағдай барынша олар Құран оқуды үйренуменен шектелсе де үлкен сөз. Амма Алланың шариғатын үйренемін, Аллах субханаху ва тааланың дінін білемін деген адам ең бірінші өзіне Алла жағынан парыз болған ибадаттарды қай тілде болса да үйреніп алғаннан кейін, шариғатты терең үйренемін деген адам жағдай барынша араб тілін үйренуменен және сол жолда шариғат түсінуге әрекет қылу керек. Себебі оның артында көп жақсылықтар бар. Солардың ең біріншісі Құран сүндетті тура түсіну. Себебі қанша адамдар бар қазір, интернеттен орысша түсінеді, интернеттен ағылшынша түсінеді, немесе өзінің қай бір тілінен болса да естіп алады да, соның үстінен өкім шығарады, дұрыс қатені айырмасына бара алмайды, анау арам десе арам деп кете береді, мынау адал десе адал деп кете береді. Бұның барлығы насаллаллаху алейхи ва салама адамдардағы адасуды және бөлінуді көбеюіне себеп болады. Амма білім болатын болса, шариғат болатын болса, Аллах субханаху ва тааланың дінін үйрену болатын болса, бұл ақиқатта адам көп жақсылыққа жету болады. Сол үшін Муауия радиаллаху анхуның хадисінде Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Май юридиллаху бихи хайран юфақиху фид-дин." Кімге Аллах субханаху ва таала жақсылық қалайтын болса, оны дінде білімді қылады дейді. Дінде білімді қылу сөзсіз сол араб тілін үйренумен болады. Ибн Хаджар рахимахулла айтады, бұл хадистің егер терсін айтатын болсақ, кімге Аллах субханаху ва таала білім үйренуді нәсіп етпеген болса, оған жақсылықты қаламапты дейді. Аллаху алам.